саламатсыздар ма оқушылар? Мен Нұрхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тұран Ақтотай. Сіздерге бүгін санитарлық-техникалық жүйелердің жалпы сипаттамасы және маңызы бойынша сабақ өтейін. Бізде ең бірінші жалпы түсінік санитарлық-техникалық жүйелер ғимараттар мен құрылыстарда адам өмір сүруіне қолайлы жағдай жасауға бағытталған инженерлік коммуникациялар кешені болып табылады. Бұл жүйелерге сумен жабдықтау, кәріз, жылыту және желдету жүйелері жатады. Олардың негізгі қызметі тұтынушыларды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, пайдаланылған суды қауіпсіз түрде шығару және ғимарат ішіндегі микроклиматты реттеу. Санитарлық-техникалық жүйелер халықтың санитарлық-гигиеналық жағдайларын жақсартуда және жұқпалы аурулардың алдын алуда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, бұл жүйелердің тиімді жұмыс істеуі қоршаған ортаны қорғауға және ресурстарды үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы санитарлық-техникалық шешімдер энергия тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес жетілдіруде. Келесі бізде санитарлық-техникалық жүйелерде жататын жүйелер көрсетілген. Ең алдымен су құбыры, канализация жүйесі және жылыту жүйесі. Бізде ең бірінші су құбыры жүйесі ғимаратқа суды жеткізуге арналған. Оның екі түрі болады: ыстық және суық су. Негізгі элементтеріне құбырлар, насостар, су есептегіштер жатады. Канализация жүйесі канализация пайдаланған суды және қалдықтарды шығару жүйесі. Ол ішкі канализация және сыртқы канализация болып бөлінеді. Оның мақсаты ластанған суды шығару, қоршаған ортаны қорғау. Бізде бұл сызбада су құбыры және канализация жүйесінің сызбасы көрсетілген. Бұл жерде көрсетілген А, Б су есептегіш құрылғылар. Ең бірінші трубада бізде су есептегіш құрылғысы тұр. Ол мұздай судыкі, яғни суық су. Суық су арқылы ең алдымен унитаз бачогына барады, одан кейін ванныйға, келесі қол жуғышқа, ең соңғы болып А сүй мойкасына барады. Екінші бағанада тұрған бізде ыстық су А бөлігінде. Яғни сол трубалар арқылы ең алдымен ванныйға, қол жуғышқа және А сүй мойкасына барады. Біз унитаз бөлігіне ыстық суды пайдаланбаймыз. Және ең соңында бізде сары сызықтармен көрсетілген бұл жерде канализация жүйесі. Осы жүйе арқылы канализация шығады. Келесі бізде жылыту жүйесі және желдету жүйесі. Жылыту жүйесі ғимарат ішіндегі температураны қалыпты деңгейде ұстап тұруға арналған. Оның түрлері орталықтандырылған, автономды. Жылу тасымалдағыштар ретінде су, бу, ауаны пайдаланамыз. Желдету жүйесі ғимарат ішіндегі ауаны жаңарту және тазарту үшін қажет. Оның түрлері табиғи желдету және механикалық желдету. Мақсаты таза ауаны өткізу, зиянды заттардан қорғану. Бұл жерде желдету жүйесінің сызбасы көрсетілген. Қызыл сызықпен көрсетілген ванна және душ бөлмелеріндегі лас ауаларды, ыстық ауаларды шығарып тастау, ал сары сызықпен жатын бөлмесіне, қонақ бөлмесіне жаңа таза ауаларды жіберу жүйесі осылай бейнеленген. Санитарлық-техникалық жүйелердің маңызы төменде көрсетілген. Ең алдымен халықтың денсаулығын сақтау, гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету, тұрмыс сапасын жаңарту және де инфекциялық аурулардың алдын алу. Санитарлық-техникалық жүйелер кез келген ғимараттың ажырамас бөлігі болып табылады. Олар адамның өмір сүруіне қолайлы жағдай жасап, қауіпсіздік пен гигиенаны қамтамасыз етеді. Мына жерде сіздерге арналған екі тапсырма көрсетілген. Ең бірінші тапсырмада жүйені тап. Сіздер бұл жерде төмендегі сипаттамаларға сәйкес келетін жүйелерді анықтайсыздар. Ең бірінші үйге таза су әкеледі, екінші лас суды сыртқа шығарады, үшінші бөлмені жылытады, төртінші ауаны тазартып жаңартады. Екінші тапсырма өз үйіңді жобала. Өз үйінің қарапайым сызбасын сал да, онда ең алдымен су құбырлары қай жерде орналасады, кәріз жүйесі қалай жүргізіледі, жылыту жүйесі қалай орналасады. Ең маңыздысы, әр жүйені әртүрлі түспен көрсетіңіз. Осы екі тапсырманы астындағы комментарий бөлігіне жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет.